десе санамызға ауру қалса да әдет қалмайды деген мақал оралады. Адамның әдетті өздігінен кете қоймайды. Біздің данышпандарымыз да бұл жайында толғаған. Шәкәрім атамыз сөзіңді түзе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе айналады. Мінезің сенің тағдырың деген. Шортанбай Қанайұлы. Сүтпен біткен мінез сүйекпен кетеді десе, Абай адам соған қарсы шығып, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім дейді. Олар өз заманына қарап ой түйген анық. Ал біз өз заманымыздағы адамның мінез құлқын зерттеген соңғы жаңалықтардың нәтижесіне қарап отырып пікір айтамыз. Адамның миын, әдетін зерттеп, іс-әрекет қалай туындайтынын зерттеген ғалымдардың уәжін келтіреміз. Адамзаттың пайғамбар Мұхаммед Алланың сәлемі мен игілігі болсын, мінездеріңді көркемдеңдер деген. Демек, кез келген мінезді тәрбиелеуге болатынына 100% кепілдік бар. Ал мінез деген ұсақ әдеттердің жиынтығы. Әдеттерді өзгертуге болатынын осы кітапта дәлелдеп үйретеміз. Себебі көліктің ішкі құрылысын білетін адам оны оңай жөндей алады. Сол секілді әдеттің құрылысын білетін адам оны оп-оңай өзгертіп түрлі бағытқа бағыттай алады. Әдет адамның күнбе-күнгі тіршілік қажетіне байланысты қалыптасқан тұрақты мінез, іс-қимыл ерекшелігі дейді Википедия. Сонымен қатар әдет деген нәрсе қазақ халқында салт-дәстүр, ғұрыпқа да қатысты айтылады. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан белгілі бір әрекеттер тобы бар. Ата-анасының істегенін көзбен көріп, санасына сіңірген бала оны автоматты түрде істей бастайды. Себебі баланың көзінде ата-ана тек жақсылық қалайтын, қателік істемейтін адамдар. Әдет күші.